Қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын тағам французша етті тапада дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Жасалу жолы оңай. Ең алдымен фаршымызды алып, дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін фаршымызды қоя тұрамыз. Тапамызды алып, кішкене ғана май жағып, тапамызға алдын ала даярлап алған картоптарымызды орналастырып шығамыз. Арасы алшақ болмауы тиіс. Осылай барлығын қойып шыққаннан кейін аз ғана шым-шым тұз сеуіп, майонезді бетіне жағып шығасыздар. Майонезімізді жағып алғаннан кейін фаршымызды бетін толықтай жабатындай етіп сеуіп шығамыз. Фаршымызды барлығын қойып болғаннан кейін бетіне тағы да бір қабат майонез жағып, жуаларымызды орналастырамыз. Жуамызды осылай орналастырып алып, аз ғана тұз сеуеміз, және де бір қабат майонезді жағып шығасыздар тағы да. Майонезімізді жағып алғаннан кейін тағы да картоптарымызды орналастырып шығамыз. Картоптарымызды толығымен қойып шыққаннан кейін аз ғана тұз сеуіп, майонезімізді тағы да бір қабат жағып шығамыз. Тағы да бір қабат тартылған етімізді, фаршымызды осылай барлық жеріне қойып шығамыз. Аз-маз тұз сеуіп, майонезімізді жағып, жуамызды себеміз. Қалған жуамыздың барлығын қойып шыға береміз. Аз ғана тұз сеуіп, тағы да майонез жағып, бетіне картоптарымызды орналастырып шығамыз. Осылай картоптарымызды орналастырып алғаннан кейін кішкене тағы да тұз сеуеміз де майонезімізді жағып, бетіне помидорларымызды қойып шығамыз. Помидорларымыздың барлығын бетіне қойып алғаннан кейін өте баяу отта 40 минут пісіресіздер. Қақпағын жауып, және де дайын болуына 5 минут қалған кезде бетіне 200-250 грамм мөлшерінде ірімшігімізді теркадан өткізіп себеміз. Бізде мінекей дайын болып қалды, барлығы пісті. Енді теркадан ірімшігімізді өткізіп, бетіне жақсылап сеуіп шығамыз. Ірімшігімізді тағамымыздың бетіне салғаннан кейін тек шамамен 5 минуттай ғана ұстаймыз. Әйтпесе ірімшігіміз қатып қалады. Ірімшігімізді барлық жерін толықтай жабатындай етіп бетіне сеуіп шығамыз, және де барлығын сеуіп болғаннан кейін қақпағын жауып 5 минутқа қалдырасыздар. Асымыз дайын болды. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.